Қазақ елінің тарихы батырлар мен қазақ зиялыларына толы. Солардың бірі Смағұл Садуақасов. Смағұл Садуақасовтың басты мақсаты халықтың көкірегін ояту болды. Сәлеметсіздер ме? Менің аты жөнім Мұқышева Томирис. Мен Әбу Досмұхамбетов атындағы облыстық дарынды балаларға мамандандырылған гимназия-интернатының 10-шы сынып оқушысымын. Және сіздердің назарларыңызға өзімнің кіші отанымның символы ретінде өзіміздің жерлесіміз Смағұл Садуақасовтың өмірбаяны жайында бейнежазбаны ұсынамын. Смағұл Садуақасов 1900 жылы солтүстік Қазақстан облысы Ақжар ауданы Жарқын ауылында дүниеге келеді. Алғашқы білімін ауылда және көршілес Омбы облысындағы Сарыкөл қаласында 2 сыныптық училищеде алады. Оқуын аяқтаған соң алдымен Жарқында, содан соң Көкшетаудағы Сиыршы ауылында ұстаздық етеді. 1 жылдық мұғалімдік қызметінен кейін 1915 жылы Омбы училищесінің агрономия бөліміне түседі. Омбыда оқып жүріп, Мағжан Жұмабаев, Сәкен Сейфуллин, Қошке Кемеңгеров сияқты жас қазақ зиялыларымен танысады. 1918 жылы Центр-Сибирь бірлестігінде қызметте жүріп, қазақ халқының саудадағы есеп-қисабына көмек көрсеткен. 1920 жылы Омбы қаласында кедей сөзі, ал 1921 жылы Петропавлға ауысып, Бостандық туы газетінде қызмет атқарады. Смағұл Садуақасов өзінің Бостандық туы газетінде жер, әкімшілік, жастарға тәлім-тәрбие беру жайында өз мақалаларын шығарады. Смағұл Садуақасовтың саяси қызметте ерекше көзге түсті. 1920 жылы Орынборда Қазақстандағы алғашқы жастар ұйымының хатшысы болып сайланады. 1925-1927 жылдары Қазақ СССР халық ағарту комиссары. 1927-1928 жылдары Ташкенттегі Қазақ педагогика институтының ректоры қызметтерін атқарды. 1920 жылдары Садуақасов Қазақстанның мемлекеттілігі мен аумақтық тұтастығы идеясын ұстанып, қазақ халқының Голощекин геноцидке күштеп ұжымдастыруға қарсы шықты. Сол үшін оның ізіне түсіп қуғындалды. Елден кетуге мәжбүр болған ол 1928 жылы қыркүйекте Москвадағы көлік инженерлерін даярлайтын институтқа түсіп, содан кейін Москвадан бас теміржол құрылысында инженерлік қызмет істеп жүргенде, кездейсоқ ауруға шалдығып, Кремль ауруханасында белгісіз жағдайда 1933 жылдың 16 желтоқсанында қайтыс болған. Ірі мемлекет және қоғам қайраткері Смағұл Садуақасовтың өлімі бүкіл қазақ халқының қабырғасын қайыстырды. Мағжан Жұмабаев оның қазасына жоқтау өлеңін арнаған еді. Жас Смағұл үздік туған бала екен, байтақ елге асқар таудай пана екен. Сол баладан, сол панадан айырылып, қайран қазақ жүрегінде жара екен. Жерлес бабамыздың отбасылық өміріне тоқталсақ, Смағұл 1923 жылы Алаш көсемі Әлихан Бөкейхановтың қызы Елизаветаға үйленеді. Олардың Ескендір деген ұлы ел басына ауыр күн туған уақытта отан қорғау мақсатында әскерге алынып, 1941 жылы соғыста оққа ұшырады. Қазіргі таңда Смағұл Садуақасовтың есімі халық аузында көптеп айтылып келеді. Жерлесіміздің еңбегі бос қалыспай, әділетті шешім қабылданып, қаламыздың нөмір 2 мектебіне Смағұл Садуақасовтың есімі берілді. Смағұл Садуақасов өткен ғасырдың 20-30 жылдары халқымыздан шыққан алғыр публицист, жалынды күрескер әрі сыншы, қарымды қаламгер, білікті экономист ретінде өзінің ғұмырын халқының болашағына арнап, отқа да суға да түскен адал азамат.